Құрметті телекөрермендер, бүгінгі әңгіме тақырыбы елбасының жолдауы. Елбасының жолдауы бірнеше бағыттағы алдымызға тапсырма қойды. Соның ішіндегі жастардың міндеті қандай? Білім саласының алдында қандай мақсат міндетте тұр? Осы туралы бүгінгі студиямызға мәжіліс депутаты Алдан Смайыл ағамызды шақырдық. Қош келдіңіз. Алдан Зейноллаұлы Смайыл 1946 жылы Қарағанды облысында дүниеге келген. Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген. Еңбек жолының 35 жылын бұқаралық ақпарат саласындағы қызметке арнаған. Повестер жинақтары мен романдардың авторы. 2007 жылдан бастап парламент мәжілісінің депутаты. Жолдау туралы біз жан-жақты айтып жатырмыз. Соның ішінде бөлек осы жастарға алдында қандай міндетте тұр, сол туралы айтып берсеңіз қысқаша. Жолдауда негізі айтылған мәселелердің бірі мына жастарға қатысты білім мен ғылым саласы. Біз енді шындығын айтайық, біздің ұрпақ толқын өз алатын білімін кеше кеңестік деңгейде алды. Оның кейін тәжірибемен осындай деңгейге жеттік қой. Біздің алған біліміміз қазіргі 21 ғасырдың талабына сәйкес келе бермейтіндігін мойындауымыз керек. Ал енді қазір Қазақстан өте қарқынды дамып келе жатыр. Мысалы, президенттің индустриялық бағдарламасын өзіңіз білесіз. Сол бағдарлама бойынша 700-ден астам жаңалықтан кәсіпорындар пайда болды. Олар мысалы шикізатты бұрын шикізат күйінде беретін болсақ, енді полуфабрикат дейді ғой, жартылай өнім түрінде бере бастадық. Енді соның бәрін өнімге айналдыру керек. Мысты да, титанды да, темірді де, бәрінде, мұнайды да, газды да. Енді осыған, міне көріп отырсаңыз, жаңадан мамандықтар пайда болып жатыр. Оған ондай мамандық қазір бізде жоқ, немесе аз. Осыған байланысты президент жаңағы ғылым менен экономиканы байланыстыру туралы талап қойды. Сонымен қатар жаңағы мен айтып отқандай жаңа кәсіптерге сонда жұмыс істейтін жаңа мамандарды дайындау туралы екі үлкен мақсат қойды да, сол үшін Қазақстандағы жұмыс істеп жатқан сала бар ғой. Мысалы, бір жоғарғы оқу орны техникалық мәселеме білім береді, біреу жаңағы экономиканы, екінші біреу жаңағы мұнай, газ саласы дейміз, үшінші біреу ауыл шаруашылық саласына сәйкес мамандықтар береді ғой. Осындай жоғарғы оқу орнының ең үздігінен 10 жоғарғы оқу орнын іріктеп алып, соны жаңағы жолдауда қойған талапты жүзеге асыруға міндеттеп отыр. Бұған енді 70 миллиардтан астам теңге нақтылы бөлініп отыр. Білім саласы сонда ең басты проблемалар қандай бүгін? Мысалы, біз айттық қой, көп технологиялар өзгерді, ескерді. Жаңасы қандай, жаңа талап қандай? Шындығын айтайық, ол біз енді шет елден аламыз деп жүрміз ғой, технология. Шет елдің ешқайсысы соңғы жаңалығын техникалық бізге бермейді. Біріншіден. Екіншіден, соны алған күнде де сол техникамен жұмыс істейтін мамандық керек. Міне қиындық осында. Тіп медицина саласын ғана алайықшы. Мысалы, кардиолог центрлер облыстарда бәрінде президенттің тапсырмасымен ашылып жатыр. Оған миллиардтаған теңгені бөлдік, жаңадан аппаратура сатып алдық. Жүректі айырбастайтын, шунтирование жасайтын, тағысын тағылар. Бауырды айырбастайтын, немесе бауырға күрделі операция. Ал енді осыған кезінде мамандар дайындалмай, көптеген жерлері жаңа техника босқа тұрып қалды. Ескіріп қалды. Осыны болдырмауымыз керек. Сонан кейін енді ғылым мен техника деген күн сайын, сәт сайын дамып келе жатыр ғой. Мысалы, сіздің қолыңыздағы мына ұялы телефонның өзі неше поколение өзгерді. Аз ғана жылдың ішінде бәленбай поколение өзгерді. Оны дүкеннен алып, үй алып келгенде же ескіріп қалады. Ал енді соның бәріне жаңағы осы жаңарып жатқан техникалық, электронды жаңағы салада жұмыс істейтін маман керек қой. Жолдауда қойылып отқан ең үлкен мәселе осы. Соған жаңағы 10 жоғарғы оқу орны жұмыс істеу керек, бұл бір. Екіншіден, бізде бір қазақта қалыптасқан бір жақсы емес тенденция бар. Балам не болса болсын, ол юрист бола ма, мұғалім бола ма, агроном бола ма, әйтеуір жоғарғы оқу орнын бітірсе болды. Бұл түбірімен қате нәрсе. Қазір кәсіптік білімі бар жұмысшы алдыңғы орынға шықты. Жолдауда қойылып отқан, президенттің қойып отқан талабының біреуі, және бірегейі кәсіптік техникалық білім беруді жетілдіру. Оларда жаңағы сол жаңа кәсіптерге сәйкес білім беретін дәрежеге көтерілу керек. Жақынарда бір зерттеулерді көрдім.
қазір үдемелі индустриализация бағдарламалар бойынша инновациялар туралы сол бағдарламалар бойынша ашылған жұмыс орын 15% жоғарғы білімді жұмысшылар керек екен. Қалған 80% техникалық білімі бар адамдар. Бірақ өкінішке орай біздің жастар, әсіресе қазақ тілді жастар техникалық мамандыққа бара бермейді. Соны шешу жолдар қалай ойлайсыздар? Мысалы кеше президенттің алтын сапа тапсырылды ғой жылдағы анау. Сонда сөйлеген сөзінде былай деді. Қазір үлкен жаңағы кәсіпорындар пайда бола бастады. Мысалы Атырауда битум шығаратын, біз бұрын битум шығармайтынбыз. Үлкен завод бар, қазір ол тіпті бізді қанағаттандырып шетелге кетіп жатыр. Өскеменде жаңа титанды жартылай өнімге дейін жеткізетін заводтар ашылды. Ол ертең титанды, мысалы қазір сол Өскеменнің титанын Airbus деген компания бар ғой, Airbus Қазақстанда. Соның самолеттерін шығаруға, соның детальдарын дайындауға бейімдеп жатыр. Үлкен мамандық па мамандық, бұл еш уақытта тозбайтын, және одай жетті. Ал енді осыған жұмысшы жоқ. Қалай дайындаймыз? Насихаттау керек шығар. Сондықтан бұлай жаса, президенттің нұсқауы бұлай. Дәл сондай мамандықты жаңа кәсіпорынның жанынан Өскеменнен ашу керек. Мысалы қазір Жамбыл облысында Ибрахимнің келуіне байланысты фосфор рудасынан минералдық тыңайтқыш шығаратын және басқа да минералды заттар шығаратын завод іске қосылып жатыр. Қазір мен Жамбылға барып келдім, таяуда 500 жұмыс орны ашылыпты, ертең ол 1000-1500 жұмыс орны ашылуы мүмкін, өйткені дамып келе жатыр. Енді сол Жамбылдағы оқу орны, мысалы мен инновациялық техникалық институтында болып кездестім ұстаздармен. Міне сол химияға саласына керекті мамандар Жамбылда дайындалу керек. Өзінің өндірістің қасында. Енді мұнай мен газды өңдейтін мамандықтарды Атырау мен Ақтауда жасау керек. Дұрыс айтасыз. Осындай мысалы Қарағандыда жаңағы темір бар, көмір бар. Солар дайын өнімге айналдыратын болсақ, оны Қарағандыда ашу керек. Оқу орнының қасына сол өндіріс болу керек. Бір-бірін байланыстыру керек. Айталық енді солтүстік Қазақстаннан химия кәсіпорнын оқытатын білім ордасын ашудың қажеті жоқ. Анау алыста жатыр. Ал енді ашқаннан кейін, онда берілетін білім осы заманға сәйкес болу керек дағы. Екінші жағынан жаңағы білім ордасы менен Ибрахим ашқан кәсіпорынның арасында өзара жаңағы келісім болу керек. Мұна одай ана жерде практикадан өтіп отырады. Мұнаны бітіргеннен кейін ана салаға барып жұмыс істеу керек. Ғылымға да берілетін қаржыны соған апару керек. Соған апару керек. Қазір енді өкінішке орай ғылымдағы бөлінетін қаржы 85% іргелі зерттеу керек, фундаментал. Ал мысалы пайдасы түсетін өндіріске онша ғылыми зерттеулеріміз жоқ, мүмкін сол институттарға беру керек шығар онда қаржылар. Институттар болғанда айтып отырмын ғой, жаңағы мамандықтарды сол әр өңірге керек мамандық сол өңірдегі жоғары оқу орындары дайындайды ғой. Яғни ғылыми зерттеуді сіз дұрыс айтып отырсыз, керекті ақшаны сол оқу орындарына бөлу керек. Ал енді сол саладағы ірі ғалымдар бар ғой, мысалы Алматыда отыру мүмкін, аласыз, барсың сол жаққа барып, сабақ берсін, ғылыми жұмыспен сол жерде айналыссын. Тек бір үлкен қалаларда отыра бермей, мысалы өндірістің қасында болса, ғылыми зерттеулердің бірден іске асыруға болады. Тек қана енді оларға пәтер, тағы басқа жағдайлар жасап беру керек. Барсын өңірлерде жұмыс істеу керек. Мысалы шетелдерде Вашингтон мен Нью-Йоркта отырған жоқ қауым. Дұрыс айтасыз. Ол өңірлерде жұмыс істеп жатыр. Мысалы, мынандай бір көзқарас бар, әр мемлекет өз кадрларын дайындау. Енді жақын арада біз бір серпін бағдарламасын іске асырып бастадық. Оңтүстік өңірлерден, оңтүстік Қазақстан облысы, Қызылорда, мысалы Маңғыстау бар ішінде, Алматы облысы жастарды үгіттеп, техникалық мамандықтарға. Кадр жетіспейтін өңірлерге апарып, оқытып, соларды сол жерге жұмысқа болашақ орналастыруға шаралар атқарып жатырмыз. Осы жұмыстарда, мысалы, жергілікті атқарушы органдар мүмкін қосымша қолға алу керек шығар. Парламенттен де, мысалы, өз көзқарасыңыз қалай? Мысалы, осы миграцияға қалай әсер етеді? 100% демеймін, 500% қолдаймын. Сіздердің бұл шараларыңыз өткен өте керек. Айталық, қазір мына оңтүстік Қазақстан өңірінде білім алған жастар көп. Ал сол біліміне сәйкес жұмыс ол жерде жоқ, өйткені халық көп шоғырланған. Әлі сол жастар жағы солтүстік Қазақстанға, немесе Өскеменге, Қостанайға, айталық Павлодар жағына апарып орналастыруға болады. Өйткені оларда өнеркәсіп орындары дамып келе жатыр. Сол өнеркәсіп орындары
шетелден мамандар алып отыр. Ол шетелден алған мамандарға ақшаны ол көбірек төлеуге мәжбүр, өйткені олар келмейді. Иә. Мысалы жаңағы бір инженердің алатын айлығы Канада мен Америкада бізден енді 10 шақты есе көп. Дәл сондай деңгейде төлемесе де жартылай төлейді. Ол енді сондай енді сөйтіп жатқан кезде өзімізде өңірлерде басқа өңірлерде бар жастарды міндетті түрде апару керек. Бұл біріншіден жаңағы президенттің еңбекпен қамту бағдарламасы бар ғой. Соған сәйкес келеді. Екіншіден жастар жұмыс табады. Жұмыссыз жүргенше алу. Үшіншіден сол жастар арқылы жаңағы сіздер апарған өңірлерде жаңа мәдениет пайда болады. Дұрыс. Қалай десеңіз де жастар ол мәдениеттің, озық мәдениетті ала жүреді олар. Дұрыс айтасыз. Мынау біз зерттеп көрдік, Қызылорда облысында Батыс Европа, Батыс Қытай жол салынды. Геодезист мамандары табылмай басқа облыстан алдырдық. Қызылордада жоқ. Ал енді Семейде жақынарда сол Қызылорданың 25 баласын Семейге геодезия мамандығына берді. Геодезист колледж бітіріп 250 мың айлық алады екен айлығы. Жоғарғы оқу біліммен ондай айлық жоқ. Мысалы, сол себептен насихаттауды да көбірек жасауымыз керек шығар. Сіздерге айтайын, мынау жоғарғы экономист, юристпін деп жүр ғой. Иә. Олардан жаңағы маман жұмысшының, сол кәсіпорынға өте қажет жұмысшының жалақысы 3 есе артық. Дұрыс айтасыз, толығымен. Осын біз көп жастарда бүгін бізді көріп отыр ата-анасы. Әлде де балдарын итермелеп не жоғары оқу орынға бар дейді. Ол сіздердің ой әйтеуір жоғары білім алу. Иә, дұрыс айтасыз. Ondan кейін жүреді сосын. Жақынарда мынау білім туралы заң парламентке қайттан кіріп жатыр. Осы заңда көп мәселелер қаралады және осы заң қаралған кезде өз ұсыныстарыңыз соған енгізеді деп ойлаймын. Жаңа осы сіз екеуміз әңгіме қылып отқан ең өзекті мәселелер бар ғой. Енді мұны президент қой көтеріп отқан. Біз енді сол президенттің осы талаптарын жолдауда қалай орындау керек деп. Міне дәл осы талаптар білім заңына ену керек. Және енетті. Қазір оны депутаттардың қолына түсті ғой. Қазір өзгерістерімізді беріп отырмыз. Әсіресе мына жерде бір заңда бізде бір проблема бар. Мысалы, орта білім конституция бойынша тегін. Қазір 9-шы сыныптан кейін колледжге кейбір барған балдар ақылы оқиды. Себебі колледжде орын жетіспейді, кейбірге грант жетіспейді. Ақылы оқыған конституцияға өзі қайшылық келеді. Мысалы, алдағы уақытта колледжге тегін оқыту мәселесін қолға аламыз деп жатыр. Оған қалай қарайсыз? Егер колледж орта білім беретін оқу орнына жататын болса, конституцияға сәйкес ол тегін болу керек. Бірақ мұны жасап отқан кейбір жеке училищелер, колледждер. Ол бір жеке адамның меншігінде, енді ол бизнеске айналдырып алған ғой. Егер жаңағы оқушылар талап қоятын болса, бірақ мына мәселені ескеру керек бұл жерде. Тегін дегенде ол мүлде тегін емес қой, бюджеттен беріліп отқан ақша бар. Дұрыс айтасыз. Сондықтан жаңағыдай оқу орындарына 9-шы сыныптан кейін жаңа біз айтып отқан мамандықтарға барған балаларға мемлекет бюджеттен ақша беру керек. Өтеу керек қой ақшасын. Ал енді мынау бізді жастар тыңдап отыр. Енді алдағы уақытта мамандық таңдау. Адам арманмен кейбір кезде мамандық таңдайды. Кейбіреулер мода қуады енді мынандай мамандық ерекше. Мысалы жастарға қалай айтар едіңіз? Мамандық таңдау бойынша қандай нәрсеге сүйену керек еді? Мамандық таңдау үшін ең бірінші Қазақстанның экономикасы, индустриясы, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы қалай дамып келе жатыр. Қай бағытта? Сол салаларға осыдан 5-6 жылдан кейін қандай мамандық керек болады, соған бару керек. Ал бүгінгі әңгімеңізге шын алғысымды айтамын. Мен ойымша осы жастарға көп пайдасы тиеді. Әсіресе мынау ақылы оқу, уақытын құртады, ақшасын құртады. Мемлекетке онша бүгін сұранысы жоқ, мамандықтар алып уақытын құртқанша, одан да мемлекетке пайдалы, елге пайдалы болған нәрсе біздің жастарға да пайдалы, әрине. Соны сіздің бүгінгі жауаптарыңыздан жастар үйреніп алады, біледі, сөйтіп содан шешім жасайды деп ойлаймын. Жұмыстарыңызға сәттілік дегім келеді. Мынау жаңа жылда барлық жақсылықтарға жете берейік. Рахмет.